Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман қауым? Әуе толқынында арнайы сіз үшін дайындалған болашақтан үмітті әйелдер бағдарламасы. Студияда мен Бану және Жанна. Бүгін біз өміріміздегі маңызды мәселе, яғни сөздің құдіреті туралы сұхбаттасамыз. Қымбатты әйелдер, бағдарламамыз сізге жігерлендіру және жұбаныш алып келеді деген үміттеміз. Бірақ бұл сұхбатымызды бастамас бұрын ауыздан шығатын иіс туралы әңгімелесеміз. Ауыздан шығатын иіс дейсің бе? Иә, мұны басқа біреуден естуді қаламайтын тақырып екен. Білесің бе, Жанна, жақында мен көптен көрмеген сыныптасымды кездестіріп қалдым. Ол өте шапшаң әйел, және оның күлкісі сондай әдемі. Бірақ біз әңгімелесе бастағанымызда, айтсам сенбейсің, мен есімнен танып қала жаздадым. Оның аузынан сондай жағымсыз иіс шығып тұрды. Бейшара әйел, мүмкін оның денсаулығы сыр беріп жүрген болар. Мүмкін, бірақ білесің бе, ең жаманы оның өзі бұл туралы тіпті байқамайды да. Біздің көбіміз аузымыздан жағымсыз иіс шығатынын байқамаймыз, солай емес пе? Адамдардың кейде бізбен сөйлескісі келмейтінінің себебі де осы болуы мүмкін. Сондықтан да біз деміміз балғын болуы туралы сұхбаттасамыз. Сонымен ауыздан жағымсыз иіс шығуының себептерінің бірі бактериялар болады. Бактериялар әрбір адамның аузында көп мөлшерде болатын тірі микроағзалар. Ауыз қуысы адам ағзасындағы бактериялардың ең көп болған бөлігі. Бактериялар ауыз қуысына түскен азықтармен қоректенеді. Ауыз қуысы гигиенасын сақтамағанда, бактериялардың мөлшері қысқа уақыт ішінде 10, тіпті 100 есеге көбейеді. Бактериялардың мұндай көбею сан-санақсыз болып кетеді. Оны тек қана ауыз қуысын әрдайым мұқият тазалағанда ғана тоқтатуы мүмкін. Ауыздан жағымсыз иіс шығаратын бактериялардың көпшілігі тілде және тістердің арасында топталып тұрады. Сондықтан да тілдің үстінде жиналып қалған тамақ қалдықтарын және бактерияларды кетіру үшін тілді дұрыс тазалау керек. Тілдің үстін тазалау үшін тіс щеткасы мен пастасы қолданылады. Тілді ішінен сыртына қарай тазалау керек, және щетканы ақырын ғана басып тазалау дұрыс болады. Егер сіз ауыз қуысының гигиенасын сақтасаңыз, бірақ жағымсыз иіс бәрібір кетпесе, онда ауруға дұрыс диагноз қою үшін және иістің себебін анықтау үшін лор дәрігеріне, сондай-ақ гастроэнтерологқа көріну қажет. Сондай-ақ салауатты өмір сүру салтын ұмытпаңыз. Тіс дәрігеріне 1 жылда 2 рет қаралыңыз. Егер темекі шегетін болсаңыз, одан бас тартыңыз. Ауыз қуысының гигиенасын сақтаңыз. Мұнда тек қана щетка немесе тіс пастасын емес, тіске арналған жіп, тілге арналған щетка қолдану және ауызды тез-тез шайып тұру керек. Көбірек алма, жеміс-жидек, көкөністермен қоректеніңіз. Және тәттіні аздау жеңіз. Суды көбірек ішіңіз. Ал енді бағдарламамыздың 2-ші айдарына кезек келіп жетті. Біз алғашқы әйел Хауа ананың ойдан шығарылған күнделігін оқуды жалғастырамыз. Бүгін шайтанның өмірдегі басымдықтар туралы әйелдерге айтатын келесі өтірігін қарастырамыз. Сонымен Хауаның күнделігінен бастаймыз. Қымбатты күнделік, өмірім аласапыран болып кетті. Бірнеше ай бойы өз ойларымды күнделік бетіне түсіре алмадым. Соңғы уақыттарда мүлде қолым тимей кетті. Балаларымыз сондай мазасыз. Олардың соңдарынан еріп жүріп, шашқандарын жинаудан өзгеге қолым тимейтін секілді. Олардың үй ішін қандай жылдамдықпен шашалатындарына таң қаламын. Олардың тез өсіп келе жатқандары сондай, көзді ашып жұмғанша есейіп, бізден кетіп қалатын болар. Олар әлі кішкентай кезде ешбір мүмкіндікті жіберіп алмай, олармен ойнауға, бірге жүрген кезіміздің қуанышын көруге және оларды өмірдегі маңызды нәрселерге үйретуге тырысамын. Астық оратын кезде келіп жетті. Бұл адам үшін жылдың ең ауыр мезгілі. Біз өте сирек көрсеміз. Жай ғана бірге отырып, балалар жайлы өзіміз және болашағымыз жайлы әңгімелескенді қатты аңсаймын. Соңғы кездегі әбігершіліктердің кесірінен Құдаймен серуендеп, онымен әңгімелесуге де уақытым болмады. Балалар дүниеге келмей тұрғанда бәрі де басқаша еді. Ал қазір тәуліктегі сағаттар азайып кеткендей болып сезіледі.
кешкісін сүріне жығыла құлаймын. Ал келесі күні бәрі қайтадан басталады. Күнде көретінім осы. Біз азғырудың ең маңызды деген 3 саласын қарастырдық. Құдай, өзіміз және күнә туралы көзқарастарымыз. Осылар біздің қалған сенімдерімізді айқындайды. Егер біз осы салаларда алданған болсақ, онда өзге салаларда алдануымыздың мүмкіндігі күрт асады. Біз көптеген мәсіхші әйелдер теріс түсінетін бірнеше практикалық құбылыстарды қарастырамыз және мұны өзіміздің басымдықтарымыздан бастаймыз. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын әйелдер киімін сататын дүкенінің қабырғасынан көрген плакат осы өтіріктің кейбір жемістерін айқындайды. Мен әйелмін, мен ешқашан жеңілмеймін, мен шаршадым. Хелен Реддидің әннен алынған бұл сөздер әрине күлкіні келтіреді. Алайда, сондай-ақ олар күн сайын алдымыздан шығатын өмірдің қиындықтарын қалай жеңуге болады деген сұраққа қайтарып әкеледі. Мен танитын әйелдердің көпшілігі өздерін ешқашан жеңілмейтін адамдар ретінде сезінбейді. Керісінше, олардың көпшілігі өздерін төмен санау, өздеріне деген сенімсіздіктен зардап шегеді. Әйелдердің көпшілігі өздерін қалжыраңқы сезінеді. Олар өздеріне таңып берілген көптеген рөлдер мен міндеттемелерді атқаруға қабілетсіз екендерін жиі сезінеді. Бұл сезімдер сондай-ақ дұшпанның осы қоғамда себетін түрлі өтіріктеріне сенуге итермелейді. Мысалы, қажетті нәрселердің бәрін атқаруға менің уақытым жетіспейді. Бұл ең кең таралған өтірік болып шықты. Әйелдердің 70% өздерінің бұған сенетіндерін айтты. Мұндай нәтиже мені таңдандыра қойған жоқ. Сайып келгенде, қазір кез келген әйелдің жағдай қалай деп сұрайтын болсаң, оның күрсіне менің ештеңеге уақытым жетіспейді. Отбасымда түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Қажет нәрселердің бәрін істеуге уақытым жетер емес. Шаршағаным сондай, құлап қалудың аз алдында жүрмін деп жауап беретініне шүбә жоқ. Өте жиі жағдайда әйелдер, олардың арасында мәсіхші әйелдер де бар, өз істерін атқара алмайтындарын, уақыттарының мүлде жетіспейтінін сезінеді. Соның нәтижесінде олардың көпшілігі тыныштық пен қуаныштан айырылып, тынымсыз жүгірумен болады. Осыдан көп жылдар бұрын мен қазіргі әйелдердің қарамағында 50-ге жуық малайлары, олардың уақыттарын үнемдеуіне көмектесетін заманауи тұрмыстық машиналардың бар екендігі туралы оқыған едім. Бұл санның дәл болмауы да мүмкін, бірақ бізде бұрынғы заманға әйелдердің қолдары жетпеген қолайлы заттардың бар екендігі шындық. Өзіңіздің ыдыс жуатын машиналар, қысқа толқынды пештер, шаш кептіргіштер, автокөліктер болмаған немесе тіпті электр тоғы немесе үй ішіндегі дәретхана мен жуыну бөлмесі туралы адамдардың түсіне де кірмеген көне заманда өмір сүріп жатқанымызды көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Кішкене кезімде әлемдік жетістіктер көрмесінде болғаным есімде. Оның ұйымдастырушылары болашақтағы өмірдің қандай болатынын көрсетуге тырысты. Жаңа техникалық заттар мен электрқұралдар әйелдердің өмірін жеңілдетіп, олардың демалуларына немесе өз уақыттарын маңыздырақ бір нәрселерге бөлулеріне мүмкіндік береді. Міне, енді сол болашақта келіп жетті. Бізде менің жас кезімдегі әйелдердің түстеріне де кіріп шықпаған қондырғылар мен құралдар бар. Бірақ біздің өміріміз неліктен бұрынғыдан да әрмен әбігершілікке толып кетті. Біз неге ештеңеге үлгермейміз? Бұған бірнеше түсіндірмелердің болуы мүмкін, ал бұл себептердің бірі мынау. Біз қажетті нәрселердің бәрін істеп үлгеруге уақытымыз жетпейді деген өтірікке сендік. Ал біздің уақытымыз өткен ғасырларда өмір сүрген кез келген адамның уақытынан артық та кем де емес қой. Қызмет дәрежесіне немесе беделіне қарамастан тәулігіне 24 сағаттан артық уақыт ешкімге де болған емес. Тіпті жер бетінде Исаның өзінде ақтап алу жоспарын жүзеге асыруға бірнеше жыл ғана уақыты болды. Міне нағыз ұзын істердің тізімі деп осыны айт. Бірақ өмірінің соңында Иса маған тапсырған ісіңді аяқтап, жерде сенің ұлылығыңды көрсеттім деп айта алды.
Бұл мені таңдандырады. Күннің аяғында менің жоспарлаған істерімнің бәрін жүзеге асырдым деп айта алатын кездерім сирек. Керісінше, кешкісін мен жиі өзім жоспарлаған, бірақ жүзеге асырып үлгермеген істерімнің ұзын тізімі жайлы ойлап, төсегіме сүріне жығыла келіп қалаймын. Осындай қысқа уақыттың ішінде Иса өз өмірінің ісін қалай атқарып үлгерді? Бұған жауап Исаның сөздерінде. Бұл бізді асығыстық пен түңілушіліктің құлдығынан азат ететін күшті шындық. Өзінің жер бетіндегі 33 жыл өмірінде Исаның қандай істі атқарғанына назар аударыңыз. Маған тапсырған ісіңді аяқтадым. Міне, оның құпиясы осында. Иса шәкірттерінің өзінен қалаған нәрселерінің бәрін бірдей орындаған жоқ. Олардың кейбірі тіпті ол Рим үкіметін құлатады деп үміттенді. Ол соңынан ерген адамдардың қалағандарының бәрін бірдей орындаған жоқ. Әлі де көптеген науқастар емделмей қалды. Ол Құдайдың өзіне тапсырған істерін орындады. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Бар әлемді жаратқан құдіретті Құдай, жалғыз өзің өмірімді менің өзгерттің. Махаббатың мен сүйіңді шексіз мәңгілік, келеді енді Тәңірім мен жыр еткім. Атыңды Тәңірім мен даңқтаймын, басымды саған ғана шын иемін. Өмір мен сүюдің көзісің сен, қабыл ал дұғамды сүйанам мен. Бар әлемді жаратқан құдіретті Құдай, сенсің маған төнекте жарық сыйлаған. Махаббатыңды жаныма мен сезініп, қызмет етемін шын жүректен тек саған. Атыңды Тәңірім мен даңқтаймын, басымды саған ғана шын иемін. Өмір мен сүюдің көзісің сен, қабыл ал дұғамды сүйанам.
атыңды тәңірім мен даңқтаймын басым